Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай таңғы асқа өте дәмді, ерекше болып шығатын американдық панкейкті жасап көрсететін боламын. Ол үшін менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен біз 2 жұмыртқамызды жақсылап бір келкі болғанға дейін араластырып алып, үстіне шекерімізді аз-аздан қоса отырып араластырып аламыз. Шекеріміз еру керек. Сол кезде өте дәмді, ерекше болып шығады. Панкейктеріміздің көтерілуіне де себебін тигізеді. Жақсылап араластырып алдым. Үстіне 200 грамм сүтімді құйып араластырамын. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Разрыхителімізді ұнның үстіне араластырып аламыз. Ұн електен өткен болу қажет. Ұнымызды бір келкі қылып араластырып аламыз. Түйіршіктері қалып кетпеу керек. Достар, қажетті заттарды описание бөліміне қалдырып, және де сілтемелер қалдырып кетемін. Өзіңізге ұнаған видеолар болса өтіп көрсеңіздер болады. Комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздер панкейкті қалай жасайсыздар, сонымен бөлісіп кетсеңіздер, келесі видеомда сіздердің рецепт бойынша да пісіріп көремін. Достарыңызға әлеуметтік желіде таратуларыңызға да болады. Жасалу жолы өте оңай екен, таңғы асқа тез дайын болады. Ұнымды жақсылап араластырып алдым. Үстіне маргаринімізді қосып жіберемін. Осымен менің тестам дайын. Енді газге қойып пісіріп ала береміз. Достар, менің арнамда блинчиктің де 3 түрлі жасалу жолы бар. Сол арнама өтіп көрсеңіздер болады. Тестамыз дайын болды. Енді қызып тұрған тапада пісіріп аламыз. Газымызды жай отқа қойып пісіретін боламыз. Қатты қойсақ тез пісіп, ортасы піспей қалуы мүмкін. Сол үшін жай отта пісіремін. Панкейктеріміздің беті осылай тесік болады. Сол кезде бетін аударуымыз керек. Көріп тұрғандарыңыздай, бетінің барлығы тесілді. Енді аударамыз. Солай сап-сары қылып пісіріп аламыз. Астына май жағатын болсақ, күйіп кетуі мүмкін. Сол үшін май еш нәрсе жақпаймын. Достар, мына мен панкейктерім барлығын осылай пісіріп алдым. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Менің балаларыма қатты ұнады. 2 жұмыртқа болса болғаны, таңғы асқа балалар қатты қуанып қалды. Әсемдік үшін өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әсемдей бересіздер. Менің балаларым шоколадты ұнатқандықтан бетіне шоколад сеуіп бердім. Осы шоколадты да қолдан жасап көрсеңіздер болады. Менің арнамда видеосы бар. Толық нұсқасын көріп алыңыздар. Достар, менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Келесі видеода қандай видеоларды көргіңіз келеді, менің арнамнан бөлісе кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.